Кайырлы кеш қыздар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен үй жағдайында французский багет нанын пісіріп үйренеміз. Оны батон нан деп атасақ та болады. Өте жұмсақ, үйде пісіріп көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, шекерімізді, бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Үстіне бір жұмыртқамызды, ашытқымызды, тұзды қосып, жақсылап бір араластырамыз. Үстіне ұнымызды сала отырып, қаттылау қамыр илейміз. Қамырымыз қаттылау болады, бірақ уайымдамаңыздар, піскеннен кейін өте жұмсақ нандар шығады. Қамырымыз жабыспас үшін ыдысымыздың түбін сұйық маймен майлаймыз. Жақсылап тағы бір илеп, бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз ашыды. Ыдысымыздың түбі май болғандықтан қамырымыз жабыспай түседі. Енді қамырымызды таразының көмегімен бөліктерге бөлеміз. Мен 250-300 граммнан бөліп алдым. Негізі батон нандарымызды 300 граммнан бөлу қажет, бірақ 250 граммнан бөлсеңіздер де ештеңе етпейді. Бөлген қамырларымызды домалақтаймыз. Бетін жауып 5 минутқа демалдырамыз. Міне қамырымыз өте жұмсақ болды. Қолыммен жайып, осылай ұрғылап ауасын шығарып аламыз. Қамырымызды мен көрсеткендей етіп, орап, ұзынша етіп жаямыз. Шовын астына қаратып пергамент төселген формамызға жақсылап орналастырамыз. Енді багеттерімізді бетін жауып, 10-15 минутқа расстойкаға жылы жерге қоямыз. Багеттеріміз жылы жерде 10-15 минут тұрды. Осылай лезвиямен тіліп шығамыз. Бетіне кез келген ұнды сепсеңіздер болады, бірақ көп себудің қажеті жоқ. Менде ұн көп себіліп кетті. Енді багеттерімізді алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Назарларыңызға рахмет. Алдағы уақытта мен сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар.